Қайырлы күн достар. Бүгін біз Poison сайтына адрес тіркеуді үйренетін боламыз. Бізге ол үшін карго қажет болады. Осы жерде ең көп қойылатын сұрақтардың біріне жауап бере кетейін. Өзіміздің пайдаланып жүрген каргомыздың адресін тіркесек бола ма? Иә, әрине болады. Егер сіз 1688, Taobao немесе Pinduoduo сайттарынан заказ беріп жүрген болсаңыз, сол сайттарда заказ беріп жүрген каргоңызды қолдансаңыз болады. Бірақ бұл жатады, мен жаңа карго көргім келеді, немесе каргомды ауыстырғым келеді деген жағдайда каргоны қайдан іздесем болады деген сұрақтар болады. Ол үшін бізге ең оңайы Телеграмдан іздесеңіздер болады. Телеграмды ашамыз. Поискқа отзывы карго деп жазамыз. Осы каналдың ішінен сіздер өздеріңізге ыңғайлы карго іздеп тапсаңыздар болады. Каргоның түрі өте көп. Қытай каргосы бар, қазір прямой алып келетін, немесе Қазақстанның қалаларында филиалдары бар карголар. Каргоның түрі өте көп, өзіңізге ыңғайлы каргоны таңдаңыздар. Тағы бір айта кететін жайт, мен ешқандай каргоға реклама жасамаймын. Мен соңғы рет қолданған каргом ол AG каргосы. Осы каргоның примерінде көрсетейін қалай адрес толтыру қажет екенін. Қараңыздар, Poison сайтын ашамыз. Poison сайтын ашқаннан кейін жеке кабинетке барамыз. Сол жерде настройкаға кіресіздер. Настройкада тұрған 4-ші жазу, ол бізде адрес енгізу, яғни каргоны енгізетін жер. Соны басасыздар. Міне осындай адам шығады. Мына жазуды басамыз. Қараңыздар, енді менде AG каргоның жаңағы адресі бар, соған қарап толтырамыз. Міне бірінші жазу алатын кісінің есімі дейді. Бізде AG-ді былай жазылады екен. Мұнда +86 деп өзгертіп аламыз. Так, номер. Мынау енді жаңағыдай көше демей, облыс, қала, көше деген сияқты жері. Карго қалай береді, адресті дәл солай толтырып шығамыз. Неке. Содан кейін жаңағыдай AG-ның адресіне кіреміз. Разрешите вставку дейсіздер мына жерге міне. Үстемізде мұнда номерді жүріп тастаймыз. Номер қажет емес. Жерге жазамыз. AG 001 телефон номерімізді. Атымызды және қайғалай екен. Мұнда біріншіні таңдасаңыздар болады. Ол бірінші үй, екіншісі компания, үшінші мектеп дегенді білдіреді. Және де мынаны басамыз, рұқсат беремін деген. Көк жазуды басамыз.
осылай сіздерде каргоның адресі шығады. Тағы да карго тіркейтін болсаңыз, міне мына көк жазуды басасыз, сізге осылай жаңа адрес тіркеуге болады. Мына адресін сұра береді. Кез келген каргоның адресін осылай оңай толтыруға болады. Бар жоғы каргодан адрес аласыздар, болды. Егер түсінбей жатсаңыздар, немесе мен секілді сенімсіз болсаңыздар, скрин жасап каргоға жібересіздер. Міне жаңағыдай дұрыс толтырдың ба, жоқ па деп, ол кісілер өздері сіздерге айтып жібереді, қай жер дұрыс емес, қалай толтыру керек екен. Егер ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Және де тағы да айта кететін жайт, егер менің бір түсіндіруім дұрыс болмаса, немесе бір сөзім түсініксіз болса, немесе бір жер түсінбей қалған болсаңыздар, комментарийға міндетті түрде жаза кетіңіздер.